ең көп қате қойылатын диагноз. Адамда бас ауырады, бас айналады, әлсіздік болады, тел шаршағыштық болады. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін қиналып ояну, ұйқы бұзылысы, аяқ қолда бетте ісіну, есте сақтау қабілеті мен концентрацияның бұзылысы, жалпы бүкіл денеде бұлшық буындардың барлығы ауырып тұрған сияқты дискомфорт шақыратын ауру бар адамдар көбінесе невропатолог пен терапевттердің есігін әбден толтырады. Неге? Өйткені бұл белгілер остеохондроз, протрузия, грыжа немесе ревматизм сияқты аурулардың белгілеріне өте қатты ұқсас, бірақ олардан айырмашылығы диагностикада бұл аурулар жоқ, анализ таза. Бұл қандай ауру деп ойлайсыздар? Бұл өте сирек кездесетін, бірақ көбінесе әйел адамдарда кездесетін және себебі стресстен болатын және менопауза уақытынан кейін пайда болатын ауру фибромиалгия деп аталады. Егер осы айтқан белгілер сізде болса, онда міндетті түрде келіңіздер. Фибромиалгия ерте қойылған кезде емі де өте жақсы және болжамы, болашағы толықтай емделетіндей нәтижеге қол жеткізуге болады.